көшіп келуге болатын жолдар. Сәлем бәріне, мен Жасмин Жорабай, Америкада оқитын студентпін. Парақшамда Америка туралы қызықты ақпараттармен бөлісемін. Бүгінгі рилста Америкаға легально көшіп келуге болатын жолдар туралы айтамын. Соңғы жылдары көбісі Мексика арқылы нелегал болып кіріп жатты. Мұнда жолды мүлде кеңес бермейтін едім, себебі өте қауіпті және заңсыз. Заңды келуге болатын бірінші жол ол әрине турист болып келу. Қазақстанға бір жақсысы туристический визаны көбінесе 10 жылға береді. Ең жақсысы сол. Одан соң студент визасы F1. Қазақстандықтарға көбінесе 5 жылға береді. 5 жыл бойына осында оқып, легально өмір сүре аласыз. Және студенттерге арналған J1 визасы да бар. Олар 3 айға немесе 1 жылға берілетін 2 түрге бөлінеді. Әртүрлі бағдарламаларға байланысты. Және Green Card лотереясы. Оны ұтып алсаңыз вообще кайф. 10 жыл бойы осында тұрып жұмыс істей аласыз. Мен білетін заңды жолдар осындай. Сіз қандай жолды білесіз?